Put your left arm in, your left arm out, in, out, you shake it all about. You do the okey dokey and you turn around. That's what it's all about. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Knees bent, arms stretched, rah, rah, rah. You put your right arm in, your right arm out, in, out, you shake it all about. You do the okey dokey and you turn around. That's what it's all about. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Knees bent, arms stretched, rah, rah, rah. You put your left leg in, your left leg out, in, out, you shake it all about. You do the okey dokey and you turn around. That's what it's all about. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Knees bent, arms stretched, rah, rah, rah. You put your right leg in, your right leg out, in, out, you shake it all about. You do the okey dokey and you turn around. That's what it's all about. All together now. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Knees bent, arms stretched, rah, rah, rah. You put your whole self in, your whole self out, in, out, shake it all about. Do the okey dokey and you turn around. That's what it's all about. Wait for it. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Knees bent, arms stretched, rah, rah, rah. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Knees bent, arms stretched, rah, rah, rah. And that's that. Мен саған осыншама клоун студияға қайдан кіріп кеткен Асқар аға? Бәрекелді, Үлпілдек, бұл тентек қалпақ деген биік кішкентай клоундар Кидди Корт балабақшасының бөбектері. О, өте қызық болды, достар. Біздің көрермендерге де ұнады деп ойлаймын. Рахмет. Үлпілдек, менің де осы биді үйренгім келіп тұрған сияқты, ал достар, сендер маған осы биді үйретесіңдер ме? Үйретесіңдер ме? Қазір мен мына бір келіңдер, біреуің оң жағыма, біреуің сол жағыма. Келіп тұрасың ба? Кел оға, сен де мен жаныма тұра ғой. Ал ендеше мен мына қалпақты киіп алайын. Сонымен маған қалай үйретесіңдер, көрсетесіңдер ме қимылды? Қалай о? Осылай тұру керек. Иә, сосын артқа қарай жүреміз, ары қарай, сосын алдыға қарай. Сосын сосын ары қарай қалай билейміз? Ары қарай импровизация ма? Жақсы, ендеше бізге музыканы қосып берем екен. Дайымыз ба? Ал, кеттік. 1, 2, 3. Дайымыз ба? Сонымен артқа қарай жүреміз. Сосын алға қарай, иә? Артқа қарай, алға қарай. Жақсы, және шапалақтаймыз. Жарайсыңдар, әкел бесті. Тамаша, әкел бесті. Келгендеріңе көп-көп рахмет, сау бола қойыңдар.
Я сонымен біздің сүйікті көрермен қайырлы күн байланыста Асқар ағайларын және Үлпілдек Жаңғақбай қызы. Тікелей эфирде Балабалаев бағдарламасы. Біз Астанадан сөйлеп тұрмыз. Мәс, саған Үлпілдек, сен бір радио жүргізіп отырғандай болдың ғой, көңіл күйің керемет сияқты. Иә, 2 күн демалыста біраз күш жинап алдым. Жаңа аптаға жаңа жоспарлар өте көп. Жарайсың, достар. Бүгін Үлпілдек сендерге түрлі сұрақтар дайындап қойды. Тезірек бізге хабарласыңдар. Сыйлықтарымыз да дайын. Сауалдар қатты қиын емес. Сендер бәрін білесіңдер ғой. Нөмірімізді қайталап өтейін: 7570 757001. Астана қаласының коды 8717. Бізге хабарласып белсенді болыңдар, және бізге хабарласып үлгерген көрермен бар екен. Сәлем, досым. Сәлем, досым. Сәлем. Есімің кім? Дінсұлтан. Дінсұлтан, жазғы демалысың қалай өтіп жатыр? Өте керемет. Дінсұлтан біздің тұрақты көрермен. Сонымен Дінсұлтан қандай жоспар бар? Енді жазғы каникулдың бір айы көзді ашып жұмғанша өтіп кетті, Ал енді 2 айдың ішінде қайда барып демалап, қайда барып қыдырам деген жоспар бар? Қызылордаға? Қызылордаға? Онда не істейсің? Онда кім бар? Онда ата-анамен қыдырам, денсаулығымды көрсетемін. Дұрыс, денсаулық зор байлық. Дінсұлтан, жақсы, онда біз сұрақтарға көшейік. Сонымен саған қояр алғашқы біздің сауалымыз. Дүйсенбі сөзі ағылшын тіліне қалай аударылады? Кеттік. Қандай сөз? Дүйсенбі сөзі ағылшын тіліне қалай аударылады? Мектеп бағдарламасын бір еске түсірейік. Дүйсенбі сөзі. 1, 2, 3, 4, 5. Сонымен Дінсұлтан. Мектеп бағдарламасында бар сөз ғой? Білмеймін, жауап жоқ. Жақсы, Дінсұлтан, сен каникулға қатты беріп кеткен сияқтысың ғой, Жақсы, онда біз бағдарламаны жалғастырайық, Сонымен, Үлпілдек, мен ары қарай байланысқа шыққан көрерменді қосайын ба, әлде жалғастырамыз ба? Бағдарлама жалғастырайық. Жақсы, ал енді балапанды стөлдің үстіне қояйын. Қазір саған дайындаған бір тосын сыйым бар. Үлпілдек, біз трендтен қалып кетпейік. Балапанымызды артқа қойдық. Енді қимылы қандай еді? Ойыншықтық әкесіз. Не істеп кеттіңіз өзі? Қалай еді қимылы? Қандай тренд айтырасыз қараға түк тұрған жоқпын. Осылай ме? Мынау не деген қимыл болды Асқараға? Бұл керемет тренд. Сен білмейсің бе не? Білем, әрине Асқараға. Бұны деген артқы көрініс, керемет қылып түсіретін еді ғой, Сол видеоны көріп алайық, дәл қазір. Біздің ақтаулық кішкентай досымызда қайталапты, және бізге осы видеоны ұсынған екен. Деген көрініс. Тамаша, Мінекей осындай трендті досымыз бізге түсіріп жіберген екен. Артқы көрінісі өте керемет. Нағыз бір ауылдың тынысы. Ауылымды сағындым. Трендте осынайда. Асқараға, негіз бар ғой, сіздің студияда жасағаныңыз дұрыс болмады. Неге? Тым болмаса менің орманыма барып түсіру керек еді. Сұрамайсыз ба енді ақылдасып кішкене дегенге? Оның дұрыс, осы трендті бүгін жақсылап екеуміз түсірейік, Үлпілдек, жарай ма? Жақсы, айтпақшы, дәл осы Ақтауда өте пысық бір досым бар. Видеосын тағы көрсетейін бе? Көрейік, жақсы, көрейік, тамашалайық. Міне, 8 жастағы балақай түйе саууды біледі екен. Солай ма? Саған жарайсың, балақай. Керемет. Қалай қорықпайды? Соны айтып, өзі 8-де ғана. Негізі бар ғой Асқараға. Ауылда өте қызық, таза ауа, табиғи өнімдер, сүт, қаймақ, құрт, ірімшік, бәрін жесе ғой. Үлпілдек, қарным ашып кетпеді онсызда.
Ол рас енді, достар, сендер де жаз мезгілінде ауылға ата-әжелеріңе барып керемет уақыт өткізіп жүрген шығарсыңдар, я? Сол ауылдағы қызықтарды, тыныс тіршілікті видеоға түсіріп, бізге жіберсеңдер болады, біз міндетті түрде эфирге көрсетеміз. Асыға күтеміз. WhatsApp нөмірімізді білесіңдер, 8747 460 67 31. Видео жолдауды ұмытпаңдар. Айтпақшы, бүгін үлпілдек дүние жүзілік түйе күні екен, білесің бе? Рас па? Ерекше жануар жайлы сюжетіміз де бар. Аңтаң айдарын бәріміз бірге көріп алайық. Түйе жануары шөлді және құрғақ аймақтарда өмір сүруге бейімделген сүтқоректі. Ол 4 түлік малының бірі. Түйенің төлін бота деп атайды, ал сүтін шұбат дейді. Өте шипалы, әрі дәруменге бай сусын. Түйені ертеде шөл кемесі деп атаған. Өйткені олар жүк тасуда таптырмас көлік. Тіпті өз салмағының жартысына жуық жүкті арқалап, ұзақ жол жүре алады. Ал ұзын әрі қалың кірпіктері көздерін құмнан қорғайды екен. Достар, сендер түйе өркеші жайлы құпияны білесіңдер ме? Олар өркештерінде май жинайды екен. Ішер тамағы тапшы кезде дәл осы май түйеге күш қуат береді. Сондай-ақ көп су ішеді. Небәрі 10 минутта 130 литрден аса суды сіміріп алады. Десе де, шөл даланың кереметі деп бекер айтпайды ғой. Түйелер шөлге өте шыдамды. Бірнеше апта бойы сусыз жүре алады. Үлпілдек, үлпілдек, үлпілдек. Қазір достар, мен бір сурет салып отырмын, бірақ мен бір қоңырау қабылдап алсам, я? Сонымен, сәлем досым, сен тікелей эфирдесің. Алло? Есімің кім? Бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Атырау. Есімің кім? Азиза. Азиза, жазғы демалысын қалай өтіп жатыр? Биыл демалысқа қандай жоспарың бар? Ауылға барасың ба? Әлде мүмкін ауылдан Ақтауға барамын. Ақтауға? Ол жерде қандай жоспар? Теңіз бар. Теңізді көрем. Солай ма? Иә. Жақсы, онда бірден сұрақтарға көшейік. Сонымен, дүйсенбі сөзі ағылшын тіліне қалай аударылады? Кеттік. Бір. Monday. Жақсы. Екінші, бал жинау шаруашылығы қалай аталады? Кеттік. Бір. Бал жинау шаруашылығы қалай аталады? Мал шаруашылық. Бал жинау. Досым, теледидардың дауысын баса қой, немесе басқа бөлмеге барып сөйлессең. Егін шаруашылығы. Егін шаруашылығы? Жоқ, досым, сен ол егінмен шатастырып отырсың. Мен балды сұрап отырмын сенен. Жақсы, досым, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Біз эфирімізді жалғастырайық. Суретін жалғастырайын. Ой, Асқар аға. Үлпілде қимылдамай отыр. Басыңды оңға қарай бор. Асқар аға, мен портретімді Қимылдама деймін, үлпілдек. Салып тұра алмай жүрсіз ба? Жалпы қалай салып жатырсыз, көрсетіңізші. Қазір үлпілдек менің салған шедеврымды көресің. Бар өнерімді салдым. Болды, енді қозғалмай отыра берсең болады. Қозғалып отыра берсең болады. Ал, дайынсың ба? Я дайынмын. Бір, екі, үш. Ой-ой! Мұнасы не Асқар аға? Мүлде мұнап тұрған жоқ маған. Осылайда адам сурет сала ма? Енді... Мұнасы не? Көрінбейді ғой. Үлпілдек мен барын салып тырысып тұрмын ғой. Ренжімеңізші, тырыссаңыз да бұлай қабылдай алмаймын. Одан да нағыз суретшіні шақырып салдыру керек еді. Нағыз суретші? Иә? Мен қайдан табам саған нағыз суретші? Ой, уайымдамаңызшы, өзім ақ тауып қойғам. Сіздің осылай бірдеңені білдіретіңізді сезіп, алдын ала қылқалам шеберін шақырып қойдың. Қош? Иә, дарынды досыңыз студияға келіп тұр. Мә, саған онда шақырайық студияға. Шақырайық? Ендеше, үлпілдек есімін айтып, студияға шақыр. Ал, достар, қабыл алыңдар, Балапан Лайф студиясында қонақта Айару Қонаева. Айару, студиямызға қош келдің. Сәлем, кел ортаға шыға қой.
Алдымен бізді көріп отырған барша көрерменге қол бұлғап сәлем жолдап қойсаң болады. Студиямыздың еркесі Үлпілдек Жаңғақбайқызы сені шақырған. Сонымен Аяру кел жайғаса ғой. Дәл қазір біз сенің өнерің жайында сұхбат құрып әңгімелесеміз. Аяру сонымен сурет салумен қашан болды айналысып жүргеніңе? Қанша болды? Мен кішкентай кезімнен сурет өнеріне қатысасың? Қазір жасың нешеде? онда. Ондасың, кішкентай болғанда нешеде? Бірде бастадың ба? Екіде. Екіде екі жасынан бастап сурет саласың ба? Иә. Не салдың сол кезде 2 жасыңда? 2 жасымда көбелек. Үйдегі әлде обойды шималадың ба? Иә. Сол сөйттің ба? Бәріміз сөйтіп өнерді бастағанбыз. Жақсы. Жалпы бір картинаны саған салуға қанша уақыт кетеді? Жалпы бір картинаны 10 минутта уақыт кетеді. 10 минуттың ішінде? Иә. Қош? Сен енді өзіңмен бірге алып келген суреттерің бар, Иә. Мінекей, бірінші осындай әдемі атты салдың. Осы атты 10 минуттың ішінде салдың ба? Иә. Мәссаған, мен мына картинаны, шын айтайыншы, Аяру, 2 күн салар едім. Оның өзі мынандай шықпайды. Менікі сүйкімсіз болады. Мінекей. Мәссаған. Сен байқағаным жылқы жануарын жақсы көресің. Иә. Солай ма? Өзің мініп көрдің бе жылқыға? Иә. Қорқпайсың? Жоқ. Қорқпайсың ба? Және, вау, мінекей, Үлпілдек. Сенің мен салмаған суретіңді біздің қонағымыз Аяру салып көрді. Суретте осындай. Мені сурет деген осы. Тамаша. Енді Аяру біле білсең Үлпілдек ермек саздан да әртүрлі мүсіндер жасай алады. Солай ма? Иә. Қанекей? Ал, мінекей, Үлпілдек тағы да бір саған тосын сый. Сенің кішкентай нұсқаң, онсыз да кішкентай Үлпілдек Жаңғақбайқызының кішкентай Үлпілдек Жаңғақбайқызы. Қандай күшті? Көйлегінде күшті, қолындағы жаңғағында күшті. Жалпы Аяру, достар, енді Аярудың картиналары өте көп. Жұмыстарын қазір экраннан көріп алсақ, құрметті редакторлар, бізге көрсетсеңдер. Сонымен мәссаған. Бұл бүркіт, Мынау ауылдың суреті. Қаздар. Піл. Цирктен көрдің бе? Иә. Тамаша. Мынау су жануарлары, батыр. Аяру, мынан дүниені айтшы маған, сен сурет салған кезде бір жерден қарап саласың ба, әлде өзіңнің қиялынан, бір жерде көргеніңді саласың ба? Мен кейде қиялынан сурет салам. Ең бір ұзақ салған, 10 минут емес, бір 15 минут салған суретің бар ма? Иә, бар. Қандай? Қандай сурет? Бұл Атрида салған үлкен сурет. Ненің суреті? Киіз үйлер бар. Яғни ауылдың көрінісі. Иә. Солай ма? Ал сен өзің сонда киіз үйі бар, ауылға барып көріп пе едің? Жоқ, әлі бармаппын. Яғни ол сенің қиялыңнан туған сурет. Иә. Тамаша, Аяру жалпы саған көмек сурет салған кезде не көмектеседі? Музыка тыңдап отырған ба, әлде тәтті жеп сурет салған шабытыңды аша ма? Әйтеуір тәттіні сұрамасаң болмайсың, Үлпілдек? Жақсы. Не шабыттаттырады сені? Мен балапан арнасындағы мультихикаяларды көріп, содан шабыт аламын. Мәссаған. Қандай мультихикаялар? Соған тоқталайықшы. Жел аяқ. Сосын? Хайди, иә. Жақсы, тамашалы. Енді сурет өнерінде қандай жанр саған ұнайды? Ең оңайы, немесе ең қиыны қайсысы? Маған ең ұнайтын жанр бұл аномалистік жанр. Бұл онда жануарлар бейнеленген. Біз енді оны байқадық, сен мінекей тиін, Үлпілдекті салып келдің, аттарды. Сосын қандай жануарларды салдың осы күнде? Мен қоянды салдым. Сосын? Арыстанды салдым. Сосын аюды салдым. Ал ең қиын салынатын жануар қайсысы? Түйе салып көрдің бе? Бүгін халықаралық түйе күні. Иә. Түйе жануарын көріп пе едің түрідей? Иә, көрдім. Үлкен бе? Иә, үлкен. Қорқан жоқсың ба? Қорқан жоқсың ба? Жоқ. Жақсы, ал Үлпілдек. Сен сурет салу арқылы адамдарға қуаныш сыйлағым келеді депсің. Жалпы сурет арқылы өзгелерді қалай қуантуға болады? Мен жақсы сурет салсам,
мен адамдардың көңілін көтеремін және олар бір тынығып қалады. Ал енді менде мынандай сұрақ болып тұр, иә? Осы Астанада саған бардық ғимараттың барлығына сурет салуға мүмкіндік берсе, сен не салар едің? Егер маған үлкен ғимараттарда сурет салуға рұқсат берсе, мен қазақ елін, қар барысын, қыран бүркіттің, жылқының және киіз үйді салар едім. Тамаша. Ал енді мүмкін алдағы уақытта сен бір үлкен көрмелерге қатысқың келетін шығар, иә? Қай мемлекеттің көрмелеріне қатысқың келеді? Сурет мемлекетті. Сурет? Иә, Айару, біздің эфиріміздің аяқталуына 10 минут уақыт қалды. Біздің Үлпілдек маған қатты ренжулі. Бағана мен сурет салып едім, ұнамай қалды менің салған. Тағы да бір суретін салып бере аласың ба Үлпілдек? Осы 10 минуттың ішінде. Дайынбыз ба? Ал мінекей, парақ, барлық қарындаш, өзіңе керек қажет дүниелердің барлығын дайындап қойдым. Ал енді кеттік бастап саламын. Біздің 10 минуттың ішінде үлгеруіміз керек. Әйтпесе Үлпілдек маған қатты ренжиді, иә? Ал ендеше Айару суретін салам дегенше дәл қазір бізге хабарласқан көрерменді байланысқа қосайық. Сонымен сәлем досым, сен тікелей эфирдесің. Есімің кім, бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Досым? Сәлем. Шымкент. Шымкент қаласынан. Есімің кім? Шұғыла. Шұғыла. Ал Шұғыла. Ендеше бүгінгі тақырып бойынша, иә? Бүгін халықаралық түйе күні. Осы жануарды көрдің бе? Мүмкін мініп көргенде шығарсың. Иә, мініп көргенім. Ал түйенің төлін қалай атайды? Бота. Піріңше? Түйенің пірі? Сонымен осы сұраққа жауап берсең, жеңімпаз атанасың. Түйенің пірі. 1, 2, 3, 4, 5. Сонымен Жауап бар ма? Шұғыла. Не дедіңіз? Түйенің пірі. Иә, жауап жоқ секілді. Жақсы, онда басқа сұрақтарға көшейік. Мұқият тыңда, саған қояр сауалымыз бал жинау шаруашылығы қалай аталады? Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Сонымен бал жинау шаруашылығы. Шұғыла? Шұғыла, тездетейік. Иә, жауап жоқ секілді бұл Иә, сұраққа. жауабы жоқ сияқты. Ал біз дәл қазір хабарласқан келесі көрерменді байланысқа қосып көрейік. Сәлем досым, сен тікелей эфирдесің. Сәлем. Есімің кім? Әмір. Әмір. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Атырау. Тамаша. Әмір, ендеше бірден сұрақтарға көшейікші. Бал жинау шаруашылығы қалай аталады екен сонымен? 1, 2, 3, 4, 5. Сонымен бал жинау шаруашылығы. Қазір. Қазір енді ұзақ ойландырып қоятыныз, бізде уақыт жоқ сені. Иә. Эфир уақыты тығыз. Сонымен? Қазір. Жақсы, досым, сен ізденіп бізге кейінірек хабарлас. Ал біз Айарудың салып жатқан суретіне тоқталайықшы. Қай жеріне келдің Айару? Көзді ашып жұмғанша Үлпілдек қарындашпен сенің суретіңді салып болды. Енді бояуға кірісті. Бұл жерде сенің қолындағы жаңғағың. Сала бер Айару. Сонымен қатар әдемі кетін көйлегің барлығы ұмытылмай салынды. Қалай ойлайсың, Үлпілдек, саған бұл сурет көңілінен шыға ма? Әрине, себебі оны суретші салып отыр ғой. Оны суретші салып отыр, Асқар аға емес дейсің ғой, иә? Жақсы. Асқар аға, осы жазғы демалыста кітап оқуды да ұмытпау керек. Иә, ол рас, келсем. Мысалы, мен алдағы 2 айда 2 кітапты толы оқып шығам деген бір мақсат қойдым өзіме. Ой, 2 кітап па, Асқар аға? Үлпілдек, 2 кітаптың өзі қайда жатыр? Иә, қалындығы мына да 2 кітап. Ой,
онда мен озып кетеді екенмін. Үлпілдектің жоспарында қандай 6 кітап оқу жоспарда. Ой, Жанрлары да әртүрлі. Үлпілдек, сенің кітаптарың мынандай жұқа, сенікі мынандай жұқа, а менікі мынандай қалың. Сенің жақсы. Онда екеумізге кітап дүкенін аралау керек сияқты, иә? Иә, Асқар аға, Ау. біздің ақтөбелік кішкентай тілшілеріміз кітапханадан шықпайтын болыпты. Өздері сюжетке түсіріп үлгерген. Солай ма? Жақсы, керемет, ендеше дәл қазір бірге көрейік. Көрейік. Сәлем достар, мен бүгін Ақтөбе қаласындағы ерекше кітапханаға келдім. Қызық болса, бірге тамашалайық. Бұл Сағи Жиенбаев атындағы жасөспірімдер кітапханасы. Мұнда тек кітап оқып қана қоймай, қызықты уақыт өткізуге болады. Бұл кітап оқу залы. Мұнда балалар өзіне ұнаған кітапты алып, тыныш отырып оқи алады. Әр кітап жаңа әлем. Ал енді кітапхананың ерекше бұрышына да келдік. Мұнда балалар шығармашылықпен айналысып, жаңа идеялар ойлап табады. Бұл жерде қиялға шек жоқ. Ал мына залда кітапхана оқырмандары сабақ өтіп жатыр екен. Кіріп көреміз бе? Сәлем, қазір қандай кітап оқудасың? Қажымұқан атты кітапты оқып отырмын. Бұл кітап саған несімен ұнайды? Қажымұқан атамыздың тарихы жазылғандықтан өзіме әсер алуға оқимын. Мысалы, IT кабинеттерінде балалар жаңа технологиялармен танысады, ал комикс бөлмесінде қызықты кітаптар оқуға болады. Мен жан кітабын таңдадым. Ең қызығы, кітапханада арнайы фото аймақтары да бар. Мұнда балалар естелік сурет, видеоға түсуіне болады. Арнайы жабдықталған студия сапалы контент жасауға мүмкіндік береді. Кітапхана бұл тек кітап оқитын орын емес, бұл білім, қиял және жаңа мүмкіндіктер мекені. Мен бүгін көп қызық көрдім. Ал сендер кітапханаға келіп көрдіңдер ме? Келесі кездескенше сау болыңдар. Сонымен жаңадан қосылған көрермен Балапан Лайв бағдарламасы эфирде біз жалғастырамыз. Біздің бүгінгі қонағымыз Аяру Үлпілдектің суретін салып болған сияқты, иә? Сәл ғана қалды. Бірнеше Үлпілдек элементтері ғана қалған сияқты. Солай ма? Жақсы. Сен салып аяқта, ал біз дәл қазір байланысқа шыққан көрерменді тікелей эфирге қосайық. Сонымен сәлем досым. Есімің кім? Бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Сәлем досым. Сәлем. Есімің кім? Сәлеметсің бе? Бізге Малика есімді көрермен хабарласып отыр. Малика, бірден сұраққа көшейік. Эфир уақыт тығыз. Бал жинау шаруашылығы қалай аталады? Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Омарташы. Тамаша! Омарташы бал жинайтын адам. Жақсы, онда біз екінші сұраққа көшейік. Қазақ тілінде неше дауысты дыбыс бар? Өзі 42 әріп. Оның 30-ы дауыссыз және... Нешеуі дауысты? 1, 2, 3, 4, 5. Сонымен, Малика, жауап бар ма? Асқар аға негізі жақсы көмектесті. Сонымен? Малика, жақсы, ойланып ізден. Мектеп бағдарламасын каникулда қайтала. Жарай ма? Ал Үлпілдек? Суретті көруге дайынмын. Суретке біз назар аударайық дәл қазір. Аяру, саған, расымен сен дәлелдедің. 10 минуттың ішінде сурет салуға болады екен Үлпілдек. Ал дайынсың ба? Дайынмын. 1, 2, 3, тада! Мінекей! Үлпілдек жаңғақбай қызы. Керемет, иә? Дәл менен алмайды екен, рахмет Мынау Аяру. қарындашпен салынған сурет, ал мынау бояумен. Екеуі тіпті бір-біріне ұқсайды, иә? Тамаша, қалай осы? Айырмашылық жоқ. Айырмашылық жоқ. Сізді кім көрейікші? Менікім бе? Менікім мен жыртып өртеп жердің. Жақсы. Ал ендеше Аяру, алтын уақытыңды бөліп студияға келгеніңе көп-көп рахмет. Сен бізді бүгін өте қатты таңғалдырдың. Тіпті 10 минуттың ішінде мынандай әдемі сурет салуға болатынын дәлелдедің. Мен оған сенбейтін, иә? Ал жақсы. Ендеше Үлпілдек, сенің дәстүрлі соңғы сұрағыңа көшіп, осымен эфирімізді да қорытындылайық. Аяру, өскен кезде кім болғың келеді?
өскен кезде мен суретші болғым келеді. Я, сен сол үлкен арманыңа ақырындап кішкентай қадаммен келе жатсың. Міндетті түрде сенің мақсатың орындалады, Айару, біз саған сенеміз. Я, достар, ал осымен біз бүгінгі дүйсенбілік эфирімізді қорытындылап аяқтаймыз. Күн сайын сағат 14:30-да бізді көруді ұмытпаңдар. Сонымен қатар бүгін сағат 17:30-да Қызық әлем бағдарламасы сендерге жол тартады. Я, және Үлпілдек әлеуметтік желідегі парақшаларды еске түсірейік. Балапан ТВ, Балапан Лайф ТВ-ға тіркелуді ұмытпаңдар. Кішкентай дос. Балапанды қос, сау болыңдар!